Ағайын арасына жік түссе, қас жаман сына қағар, қамқор азамат дәнекер болар. Ағайынның бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң асырай алмайды. Алақандай ғана қазақпыз, бір-бірімізге туыс бауырмыз. Қазақты қазақ құрметтемесе, бір-бірімізге жанымыз ашымасы, өзге кімнің жаны ашиды? Онсыз да қалмақтар езді, кешегі 70 жылда қандай болдық? Енді тәуелсіз ел болдық деп жатқанымызда, руға, жүзге, жерге, көшеге бөлінгеніміз елдігімізге сын. Керісінше батырдың ұрпағымыз тектіміз деп айтып жүрейік, Алладан қорқайық, ұрпағымызды ойлайық. Андысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы, жігіттің бағы қайтады, ағайын жұртын ал. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, қаумалаған көп жаман сол жақсыны көре алмас. Кісімен бірге туыспау керек, туысқан соң артық сөз қуыспау керек. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Абысының арызы ағайын сәнін кетірер, ағайынның арызы елдің сәнін кетірер. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Адамдарды қаны ғана емес, жақсы істері туыстырады. Денсаулық ұлы жеңіс, қанағат ұлы байлық, сенім ең жақсы туыс. Біреудің қуанышына қуана алған, қайғысына қайғыра алған туысынан ізгі адам. Жақсы жолдас бауырың. Таста тамыр жоқ, ханда бауыр жоқ. Бауырыңнан қашқан күзен көрінбес. Іні ағаның тынысы. Ағаң келсе ардақтап атын байлағандай, қонағың келсе құрметтеп көңілін жайлағандай, тындырымды ісің болғанға не жетсін. Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген. Инабатты болса әйел көрікті, ақсақал жараса шал көрікті, сүйікті болса ағайын көрікті. Сын сағатта ауыр күндерде бауырмалдық пен ынтымақтастық нығаяды, бекиді, қатая түседі. Арғымақ баптап не керек, жабы қуып жеткен соң, ағайын туған не керек, аңдысып күн өткен соң. 5 күн дәурен өтеді, ажал қуып жеткен соң. Ағайының көп болса, ұлы шерік қолмен тең. Білімді туған жақсылар азда болса, көппен тең. Махаббат, достық, бауырмалдық адамның ең бір асыл қасиеттері.